Саламатсыздар ма, құрметті металлургия білім беру бағдарламасының студенттеріне арналған хром қорытпалары өндірісінің теориясы мен технологиясы бойынша 9-шы дәріс металдық хром. Дәріс беруші Әбдірашит Асылбек Мейрамханұлы. Дәріс жоспары: металдық хромның қолданылуы мен сортаменті. Металдық хромды пештен тыс балқыту технологиясы. Металдық хромды электропеште балқыту технологиясы. Металдық хромды балқыту технологиясының техника-экономикалық көрсеткіштері. Металдық хром болат өндірісінде кеңінен қолданылады және аса ілгерілеуші элементтердің бірі. Ол никель негізінде, сондай-ақ темір мөлшері шектеулі, ыстық берік, ыстыққа төзімді қорытпаларды балқыту үшін пайдаланылады. Хром болаттың коррозияға төзімділігін, қаттылығын, беріктілігін және тозуға төзімді қасиеттерін айтарлықтай арттырады. Хромды өнеркәсіптік жолмен алу үшін алюминий-термиялық әдіс жиі қолданылады. Бұл әдісте хром кенінен немесе хром концентратынан алюминийді тотықстану арқылы металл түрінде алу жүзеге асырылады. Процесс периодты қождамалы әдіспен арнайы термиялық пештерде немесе қожды реакторларда өткізіледі. Хром тотығын алюминиймен тотықстандыру төмендегі келесі реакциялармен сипатталады. Хром 2H плюс 2 алюминий, хром алюминий 2H. Бұл реакция жоғары температурада жүреді және экзотермиялық сипатқа ие, яғни жылу бөле отырып жүзеге асады. Тотықстану нәтижесі алюминий тотығы мен хром қорытпасы түзіледі. Реакция барысында пайда болатын хром алюминий тотығы қоспасы хромның белсенділігін төмендетеді. Нәтижесінде металдың шығымын азаю мүмкін. Бұл мәселені шешу үшін шикізат ретінде әк қолданылады. Әк қож құрамын өзгертіп кальций алюминаттарын түзеді және осы жүйеге әсер етеді. Металдық хром өндірістік мақсатта әртүрлі маркерлер шығарылады. Олардың құрамы мемлекеттік стандартқа сай реттеледі және бастау үлестері бойынша сипатталады. Негізі құрам бөлігі хром, ал қалған элементтер оның қасиетті белгілі бір деңгейіне қарай өзгереді. Хром, металдық хромның маркілеуіне тоқталсақ, Х99H1, Х99H2, Х99H4, Х99H5, Х99, Х98,5. Бұл жердегі 99 дегендер бұл хромның мөлшері болып табылады. Хром оксиді хромның ең маңызды қосылыстарының бірі және металдық хромды алу процесіне бастапқы шикізат ретінде қолданылады. Ол алюминий-термиялық және силикатермиялық әдістермен хром өндіруде тотықстануға түсетін негізгі компонент болып табылады. Бұл жерде көрсеткіштер хромның мөлшері, ылғал, күкірт, темір тотығы және көміртегі. Ал түсті металдар мышьяк, мырыш, сурма, бисмут, қалайы, қорғасын. Бұл элементтер металдың құрамына өтетін болса, зиянды элемент болып табылады. Хром оксиді металлургиялық жоғары температура балқыту тотығу үшін негізгі шикізат материалды. Құрамындағы хром мөлшері жоғары болған сайын хромның шығымы жоғарылап, металдың сапасын жақсартады. Металдық хромды алу процесі алюминий-термиялық тотықстануға негізделген. Бұл әдіс негізінде хром оксиді алюминий әсерінен металды күйге тотықстанады. Химиялық реакция мына түрде жүреді. Бұл реакция жоғары температураларда өндірістік жағдайда жүреді. Өндірістік жағдайда алюминий-термиялық үрдісті іске асырудың бірнеше нұсқасы бар. Бірінші нұсқасына тоқталсақ, стационарлы горында пештен тыс блокқа балқыту. Бұл әдіс реакциялық қоспа стационарлы футировкаланған горынға салынып, пештен тыс арнайы блоктарда балқытылады. Процесс толығымен реакцияның жылу есебінен жүреді. Бұл әдістің артықшылығы энергия шығымы аз, ал оның тазалығы жоғары.
Келесі еңкейтілген орында балқыманы шығару. Бұл әдіс пеш конструкциясы еңкейтілген етіп жасалынады. Балқыту аяқталған соң металл мен қож бөлініп, еңкейту арқылы жеке ыдыстарға шығарылады. Бұндай әдіс металл мен қождың бөліну сапасын жақсартады және өндірістік процеске жеңілдетеді. Келесі оксидтердің бір бөлігін алдын ала алып, электр доғалы пеште балқыту. Бұл жағдайда хром оксидінің бір бөлігі электр пеште балқытып, қалған бөлігі алюминий қоспа түрінде тотықсыздандырылады. Жалпы ерекшелік қолданылатын жылу көзі мен агрегат түрі әртүрлі болғандықтан хром тотығы мен алюминий арасындағы химиялық реакция барлық әдісте бірдей жүреді. Металдық хром алу кезінде алюминий түсте жүзеге асыратын ең көп тараған әдістердің бірі пештен тыс блокта балқыту әдісі. Бұл әдіс хром тотығы мен алюминий қоспасын арнайы футировкаланған блоктарға салынып, реакция өздігінен бөлінетін жылу есебінен жүреді. Балқыту процесі нәтижесінде төменгі қабатта металл, жоғары қабатта алюминий тотығы түзіледі. Бұл әдістің басты артықшылығы жабдықтың қарапайымдылығы мен энергияның шығын аздығы. Дегенмен оның бірнеше айқын кемшіліктері бар. Блок әдісінің кемшіліктері: бірінші, блокты суыту үшін алаңдардың жеткіліксіздігі. Балқыту процесінен кейін блоктар өте жоғары температурада барады. Оларды бірден пайдалану мүмкін емес, сондықтан арнайы суыту аймақтар қажет. Екінші, горныйды жинауға және металды қож пен отқа төзімділерді тазартуға көп қолдың жұмсалуы. Процесс механикаландырылмаған. Алынған металл мен қожды бөлу, тазалау, қайта өңдеу едәуір жұмыс қажет. Келесі, отқа төзімді материалдардың үлкен шығыны. Реакцияның жоғары температура футировка қабатын тез тоздырады, оны жиі ауыстыруға талап етеді. Келесі, қайта жиналған горынды қыздыруға көп жылу жұмсалады. Блоктар мен пештердің балқыту арқылы қайтадан қыздырылу керек. Бұл қосымша энергияның шығын туындайды. Келесі, металл жоғымдар. Балқыту кезінде реакцияның толық өтпеуі немесе қож құрамында металдың қалуы нәтижесінде дайын өнімдегі хромның шығыны төмендейді. Пештен тыс балқыту әдісі бұл хром өндірісінің классикалық әлі тиімді әдісінің бірі. Ол аз энергия жұмсай отырып сапалы металл алуға мүмкіндік береді. Балқыманы пештен шығару процесс алюминий процеске енгізілген. Пештен жүретін реакция нәтижесінде түзілген металл мен қождың арнайы изложница өздігінен құйылады. Өздігінен жүретін экзотермиялық реакциялардың әсерінен толықтай балқып қабаттарға бөлінеді. Төменгі қабатта таза металл хром түзіліп, жоғары қабатта алюминий тотығы түседі. Бұл әдіс жоғары тазалығын қамтамасыз етіп, энергия шығынын азайтуға мүмкіндік береді. Пештен тыс балқыту барысында баяу суытылып, металл құрылымы мен тығыз біртекті болып қалыптасады. Дегенмен процесті жүргізу кезінде балқыманы құю және суыту қосымша уақытты қажет етеді. Металдық хромды электр пештерде балқыту бірнеше кезеңнен тұрады. Әрбір кезең және шикізат бөлімінен қатаң түрде реттеледі. Шикізат ретінде хром оксиді, алюминий оттағы, натрий силикат селитрасы қолданылады. Алдымен қоспа тұтандырылып, реакция басталғаннан соң тотығы тотықстану процесі жүреді. Бұл кезеңде алюминий хром оксидін тотықстанып, металдық хром түзіледі. Кестеде көріп тұрғаныңыздар бұл барлығы 3378 шикізат жұмсалады. Оның ішінде хром 2320, алюминий оттағы 842 және негізгі реагент болып табылады. Әктің 200 грамм қосымша қосылуы бұл қожның құрамын реттеп, реакцияның тұрақтылы жүруін қамтамасыз етеді. Ал натрий силикаты бұл тұтандырғыш болып табылады. Электропештен бұл технология жоғары температуралы дәл есептелген құрам арқасында таза, сапалы металды хром алуға мүмкіндік береді. Бұл суретте хромға арналған электр пештің сызбасы. Мұндай пештерде хром оксидтері алюминиймен тотықстану арқылы таза металдық хром алынады. Процесс кезінде пештің негізгі шикізат материалдары тиегіш бункер арқылы енгізіледі. Нәтижесінде электродтар көмегімен шиқрам арасындағы
жоғары кернеудің арқасында, яғни температура пайда болып балқыма түзіледі. Балқу горны бұл балқу горны оның жылу изоляциясының жылу шығынын азайтып, тұрақты температурада ұстап тұрады. Пештен алынған балқыма изоляцияға құйылып, бірден суытылып отырады. Осындай электр пештік әдісі хромның сапасын арттырып, өнімнің тиімділігін жоғарылатады. Бұл суретте металдық хромды балқытуға арналған электр пешінің құрылысы көрсетілген. Келесі слайдқа назар аударсақ, азотталған феррохром. Бұл жерде бұл кестеде металдық хромның балқытуының техника экономикалық көрсеткіші салыстырмалы көрсеткіші көрсетілген. Бұл әртүрлі технология арқылы біз хромның шығынын көруге болады, хромның түсімін көруге болады, және де электр энергия шығыны, және де шығындалатын алюминий, селитрі, магнезитті кірпіштердің қанша мөлшерде шығындалады. Ол шығынның нәтижесінде бізге сәйкесінше металдың түсіміне байланысты қорытынды шығаруға болады деп ойлаймын. Дәріс бойынша бақылау сұрақтары: металдық хромды балқытуға қандай негізгі шикізаттар қолданылады? Металдық хромды алу қандай реакцияға енгізіледі? Хром тотығының алюминиймен тотықсану реакциясын жазыңыз, оны түсіндіріңіз. Пештен тыс балқытудың негізгі ерекшеліктері, кемшіліктері, балқыманы пештен шығарып алу әдісі қандай жағдайда тиімді, электрик пешті балқыту артықшылығы және энергия шығыны қанша, хромның шығымы әртүрлі балқыту әдісінде өзгереді неліктен, металдық хром балқыту процесінде қолданылатын әктің рөлі, алынған балқыма мен қожды бөлу процесі қалай жүреді, техника экономикалық көрсеткіштер бойынша қай балқыту әдісі өндірістік тұрғыдан тиімді болып табылады. Дәріс аяқталды. Сау болыңыздар.